Қайырлы кеш, құрметті достар, өздеріңізге осы видео арқылы қазіргі таңда өзімнің жаңағы осы уақытқа дейін жұмыс жасаған компанияда не үшін жарнама жасамай жатырғанымды қысқа нұсқа видеода түсіндіріп кететін боламын. 2023 жылы мен үшін үлкен сынақ жылы болды деп айтсам болады. 2023 маған өзімнің бизнесте қандай қателік жібергендерімді прям көз алдыма сызып көрсетті. Одан кейін жаңағы қалай саяси сауаттылықты меңгеру керек екенін сызып көрсетті. Қаржылық сауаттылықты меңгеру керек екенін көрсетті. Себебі мен өзімді қаржылық сауаттымын деп санап жүрсем, мен қаржылық сауаттылықты әлі өзіме толыққанды меңгергеніммен өзімнің өміріме сіңірмеппін. Яғни алған сабақтарымнан дұрыс нәтиже шығармаған болып тұрмын ғой, енді бір сөзбен айтқанда. Одан кейін инвестициялық сауаттылықты. Яғни дәл қазір мен сіздерге өзімнің жіберген қателіктерімді айта отырып, қазіргі таңда не жасап жатырмын, неге оны жасап жатырмын, не үшін олай жасап жатырмын деген сияқты сіздерге қысқаша есеп беру сияқты осы бір видеоны түсіріп отырмын. Шыны керек, осылай видео жасау мен үшін бір үлкен жұмыс болды. Себебі кәдімгідей жаңағы энергиям жоқ организмде, организм шаршаған, одан кейін ойдың жетегінде кетіп қалғам. Көп нәрсе өмірімде кәдімгідей 2023 қалай басталды, сондай енді кедергілермен бітті, короче, ұзын сөздің қысқасы. 2023 жылы менде жаңағы еще қалай деп айтады, 49 жас андай ғой, жаңағы қандай жас, 49 жаста қалай деп айтсам екен, қалай деп жеткізсем екен, жаңағы не жас қой, ой пырмай, тілімнің ұшына келмей тұрғанын қарашы. Осындай сынақ жыл болғаннан кейін 49 жасымда ойламаған жерде неше түрлі кедергілермен күрестім кеп, қазіргі таңда соның жалғасы әлі бар. Яғни сол кедергі маған жаңағы сынақтар 2023-те басталса, әлі ол сынақ біткен жоқ, бір сөзбен айтқанда. Мен оны сіздерге былай эфирге жайып сала алмаймын, себебі айтуға болмайтын сынақтар болып жатыр қазіргі таңда өмірімде. Енді кейбіреулеріңіз мүмкін мен танысаңыздар біліп те жатырсыздар қандай сынақ екенін. Яғни сондай сынақтардан өтіп жатырмын, бір сөзбен айтқанда. Енді қараңыздар, менің жұмыс жасаған компаниям осы уақытқа дейін өзінің нарығында тіркеліп жұмыс жасаса, оның ол жақтағы тіркелген құжаттары біздің Қазақстан нарығына тіркелмеген болып есептелінеді екен. Қазіргі таңда біздің жұмыс жасаған компания біздің қазақстандық жаңағы қазақстандықтар үшін тіркелмегеннен кейін ол пирамидаға айланып кетті. Өзінен өзі дұрыс компанияда келе жаттық, бірақ біздің Қазақстан нарығына тіркелмегендіктен ол автоматты түрде пирамидаға айланып кетті. Яғни компания дұрыс жұмыс жасау үшін біздің Қазақстан нарығында Международный финансовый центр Астана, яғни Астана халықаралық қаржы орталығында тіркелімнен өту керек екен. Қазіргі таңда компания өзінің юристарымен, яғни заңгерлермен бірігіп, как раз Астана қаржылық орталығына жаңағы тіркелуге әрекеттер жасалынып кетті. Яғни компания Қазақстан нарығына ресми тіркелуге өзінің құжаттарын өткізіп жатыр, бір сөзбен айтқанда. Ал компания Қазақстаннан басқа нарықта ресми енді өзінің жұмысын жалғастырып жатыр, бір сөзбен айтқанда. Енді қараңыздар, біз бұл компанияға, мысалы мен өзім жеке, біз деп мен барлығы үшін айтпай ақ қояйын, мен жеке өзім осы компанияға өзімнің ақшамды салдым ғой. Қазіргі таңда менің ақшам теңгеде емес, крипто активте, яғни цифрлы активте, өзімнің жеке кабинетімде, мысалы бұрынғы жинақтаған монетам, мен енді айта берейін оның монета екенін, монетам свопинг функциясы арқылы, свопинг деген бұрынғы монета жаңа монетаға алмастыру процесі арқылы, айырбастау процесі арқылы менің кабинетімде жатыр. Яғни кабинетте жинақталып жатырған монетам, теңгем қалай менің активім болса, тура сол сияқты менің жаңағы цифрлы активім, ол да менің активім. Міне аты айтып тұр ғой, цифрлы актив деп. Яғни ол да активке жатады. Актив деген не ол?
Ол туралы тағы да бұйырса видеолар түсіріп өздеріңізге түсіндіретін боламын. Актив деген маған табыс алып келетін бағыт. Мысалы, акция, облигация. Кеше ғана бір ақпараттан естідім, біздің Каспийдің акциясы бірінші лондонский биржаға шыққан ғой, Лондонның қор биржасына шыққан ғой сатылымға. Қазір уже Американның NASDAQ биржасына шыққан екен. Яғни лондондық қор биржасында да сатылымда. Тура сол сияқты американдық қор биржасында сатылымда. Біздің Каспийдің акциясы, мен дәл қазір сіздерге салыстырмалы түрде айтып жатырмын. Сол сияқты акция, облигация, ол қор биржасында сатылатын құнды қағаздар болса, қор биржасы болса, осы қор биржасы сияқты қазір бүкіл әлемде қосымша крипто биржалар жұмыс жасап жатыр. Оған дәлел Binance биржасы, ол да уақытысында біздің Қазақстан нарығына тіркелмеген биржа еді. 2021 жылы қыркүйек айында, 25 қыркүйек айында, егер шатаспасам ол туралы ақпарат тағы да сіздерге жеткізетін боламын. 25 қыркүйек айында біздің Қазақстан нарығына Международный финансовый центр Астанаға келіп тіркеліп, Binance биржасы біздің Қазақстан нарығында ресми жұмыс жасайтын мүмкіндікке ие болды. Сол сияқты тағы да бір Қазақстан нарығында жұмыс жасап жатырған тағы да бір-екі биржалар бар. Бір-екі биржалар, оның біреуі Bybit, тағы да басқа биржа, дәл қазір аты есімде жоқ. Айтайын дегенім, біртіндеп бүкіл биржа болашақта біздің Қазақстан нарығына кіру ниеті болса, ол міндетті түрде Астана халықаралық қаржы орталығына тіркелімге келеді. Тіркелімге тұру керек ең бастысы. Тура сол сияқты менің осы уақытқа дейін жұмыс жасаған компаниям қазіргі таңда жаңағы пирамида деген өзінің тонын киіп алды ғой, пирамида деген. Ол тон Қазақстан нарығына тіркелгеннен кейін міндетті түрде жаңағы мусорға айланып қалады да, ол тон уже қалып кетеді. Яғни қазіргі таңда компания Международный финансовый центр Астанаға тіркелуге өзінің құжаттарын өткізіп қойды. Енді ол ақпаратты мен сіздерге компанияның біздің Қазақстан нарығында жұмыс жасауға мүмкіндігі болашақта болатын. Дәл қазір бұл компанияны Қазақстан нарығына жарнама жасай алмайтынымыздың бір дәлелі екенін айтып отырмын да. Яғни осы уақытқа дейін жинақтаған монетаңызды әр адам, мысалы мен компанияға ақшамды салдым ғой, енді мен өзім құқылымын, менің өзімнің правам бар. Өз активімді, өз ақшамды қандай компанияға салам, неге салам, не үшін саламын, өзім білем да. Яғни маған ешкім указ бере алмайды, сен ақшаң неге онда салдың деп. Бірақ мен бұл компанияға, менің бұрынғы компанияма, қазір бұрынғы болып тұр ғой ол, себебі мен Қазақстан нарығына тіркелгеннен кейін бұл компанияда ары қарай өнімдер ұнап жатса жұмысымды жалғастыратын боламын. Егер Қазақстан нарығына вдруг тіркелмей қалса, өзімнің активімді ары қарай управление дейді ғой, басқаруды жалғастыра берем, бірақ адам шақыра алмаймын да. Яғни адамдарға бұл компания туралы ақпарат айта алмаймын. Дәл қазіргі таңда компания туралы ақпарат айта алмаймын, себебі компания Қазақстан нарығында толыққанды тіркелу құжатына еге болған жоқ, тіркелген құжаты жоқ. Сондықтан мен бұрынғы жасаған компаниямда ақпарат бере алмаймын ол туралы. Яғни мен өзімнің активтарымды өзімнің жеке кабинетімде сол компанияда свопингтің көмегімен смарт-койнда сақтай аламын. Енді көрдіңіздер ма, мен не үшін сіздерге бұны түсіндіріп жатырмын, себебі сіздер мен сияқты өз активтарыңызды қай жерге сақтайсыз, қалай сақтайсыз, сіздердің де өз құқықтарыңыз бар. Сізге біреу пирамида десе, біреулер пирамида десе, ол пирамида дегенді білдірмейді. Себебі біреулердің миы пирамидаға ғана жетіп отыр да. Сіз оны білесіз ғой, пирамида емес екен. Неге сіз біреудің өсегіне сенесіз? Біреулердің неге өсегіне сенесіз? Сіз неге өз есебіңізге сенгіңіз келмейді? Ол біріншіден. Екіншіден, ары қарай, мысалы, Binance биржасы Қазақстан нарығына ресми өзінің құжатын өткізіп жұмыс жасап жатыр ма? Ол өзінің алғашқы қадамын жасады. Яғни бұл сала, қор биржасы уақытысында Америкада шыққан кезде бізге енді келіп адамдар енді үйреніп жатыр ғой. Америка уже бұл биржамен қанша жыл болды жұмыс жасағанына. Қазір интернеттің көмегімен, ол кезде интернет болмаған, қазір интернеттің көмегімен крипто биржа бүкіл нарыққа, Америкаға ғана емес, бүкіл нарыққа, соның ішінде біздің Қазақстанға интернеттің көмегімен келіп қалды. Яғни крипто биржа қор биржасы сияқты жылдар болғанда ғана дамиды емес, крипто биржасы қор биржасынан ертерек
қор биржасы енді бізде дамып жатса, біртіндеп енді адамдар үйреніп жатса, крипто биржасы жаңағы секунд санап дамитын болады. Себебі олар Қазақстан нарығына аймақ ретінде, мысалы Орта Азияның региональный оператор деп айтамыз ғой, аймақтық оператор ретінде өздеріңіз білесіздер, біздің көршілеріміз Украина мен Россияның бір-бірімен соғысы жүріп жатыр. Яғни ол жақ соғыстан қолдары тимей жатырған кезде біздің Қазақстан нарығы шетелдік биржа болсын, корпорация болсын, компания болсын, осындай жаңа криптоактивтармен біздің нарыққа кіргісі келетіндер үшін үлкен мүмкіндік. Сондықтан дәл қазіргі таңда қандай компания болсын, қандай корпорация болсын, қандай блокчейн технология болсын, қандай блокчейн өнім болсын, біздің как раз сол блокчейн өнімге жатады. Біздің Международный финансовый центр Астанаға, Астана халықаралық қаржы орталығына келіп, міндетті түрде тіркеліп, ары қарай өзінің жұмысын жандандыратын болады. Себебі болашақ онлайн площадкада, мысалы қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, уақытысындағы Amazon, Alibaba, AliExpress, eBay деген онлайн площадканың мүмкіндігін бүкіл әлемге паш етіп дәлелдеп қойды. Яғни болашақ цифрлы активке, цифрлық бағытқа, блокчейн технологияға кетіп жатқанын түсінген адам бұл жерде өзінің жинақтаған активтарын, өзінің жинақтаған цифрлы активтарын ол міндетті түрде жаңағы қорықпастан, үрікпестен, лохотрон мен пирамида екен ғой деп дірілдеместен, міндетті түрде өзінің кабинетінде өзінің санасын дамытып, өзінің сабыр көкесімен дос болып, өзінің білімін ары қарай биржалармен жұмыс жасау арқылы өрбітіп, яғни қазіргі таңда сіздің қолыңызда цифрлы актив тұрса, цифрлы актив ол міндетті түрде жаңағы биржаларда сатылымда болады. Яғни қазіргі таңда сол биржалардың тілін үйреніп, лохотрон екен, пирамида екен, ойбай деп байлай бермей, биржаларға тіркеліп, ол биржалар міндетті түрде болашақта біздің Қазақстан нарығына тіркелетін болады. Байламай, одан да сол саланы меңгеруге әрекет жасаңыздар. Бұл видеоны түсірудегі мақсатым да сол. Просто бір подходящий момент болмай тұрды да, бір уақыт болмай тұрды. Біріншіден өзім стресста жүрдім, паникада. Екіншіден жаңағы қалай жеткізем мен бұл ақпаратты, қалай жеткізсем екен деген ойда жүрдім. Қазіргі таңда Алла тағаламның көмегімен өзімнің жаңағы стрессімнен өзімді шығардым, кәдімгідей отырып алып, өз-өзіммен жұмысты қазір жалғастырып жатырмын. Яғни қазіргі таңда айтады ғой, сенің қалтаңда ақшаң жоқ болса, кеңістікте ақша көп, сенің қалтаңда ақшаң жоқ болса, значит, мәселе жаңағы сенде, неге сенде ақша жоқ депші. Сондықтан мен жауапкершілікті өз мойныма алып, қазіргі таңда өзімді дамытуды, ары қарай жетектеуді, бір сөзбен айтқанда өзімді өзім қолға алып, өзімнің түскен шұңқырымнан өзімді жайлап тартып жатырмын да. Мен негізі шұңқырға түскенде мен түскен жоқпын, өзімнен өзім. Как бы қаржылық сауатсыздығымнан түскен шығармын, бірақ инвестициялық сауатты жағынан менің активім өзімнің кабинетімде цифрлы актив болып жинақталып тұр. Қазір мен оны шығара алмасам, бірақ болашақта міндетті түрде шығаратын боламын. Қазір оны шығаруға болады, бірақ оның құны төмен да. Мен оның құны төменге сатқым келмейді. Мысалшы, сондықтан мен оның құнын, яғни мен өзімнің активімнің маған алып келетін табысын қай кезде болатынды мен күтіп отырмын. Неге олай күтіп отырмын? Себебі мен ол активтің болашақта экономика саласына байланыстырылып, міндетті түрде маған үлкен табыс алып келетініне сенімдімін. Неге сенімдімін? Себебі ол болашақ блокчейн технологияда, онлайн площадкада екеніне сенімдімін. Одан кейін тағы бір айтып кететін жағдай, бүкіл ел қазіргі таңда өзінің цифрлы ақшаларын шығарып жатыр. Цифровые деньги, крипто юань, крипто рубль, крипто теңге, крипто доллар деп жатыр ғой. Крипто деппін ғой. Крипто деп аталмайды, ол не деп аталатын еді? Енді цифровой теңге, цифровой крипто емес, цифровой доллар, цифровой юань, цифровой теңге, цифровой доллар деп аталады. Яғни әр ел өзінің CBDC-ін шығарады, яғни өзінің цифровой ақшасын шығарады. CBDC деген әр мемлекеттің өзінің мемлекетіне арналған ақша. Яғни ол цифровой ақша да блокчейн технологиясында шығарылады. Яғни қазіргі таңда параллельді түрде оны бізге айтпайды олар. Сіздер өздеріңіз түсініңіздер да оны. Яғни өзіңіз қараңыз. Мысалы,
сіз 100.000 теңгеге мынанша қағазды сумкаңызға салып аласыз, қазір ол қағаз ақша. Сол 100.000 теңге сіздің телефоныңызда, каспиіңізде ол электронный ақша болып тұр. Яғни электронный ақша деген не ол? Сіздің қағаз ақшаңыздың электронды варианты деген сөз. Енді қараңыз, сіздің қағаз ақшаңыздың уже цифрлы варианты шықты. Яғни 100.000 теңге электронный ақша болса, 100.000 теңге цифрлы ақша. Яғни цифрлы теңге болып болашақта жұмыс жасайды. Қазірде уже тестовый вариантта жұмыс жасап жатыр. Болашақта солай жұмыс жасайды. Яғни біздің әр елдің CBDC-і, мен қазір сіздерге түсіндіруге әрекет жасап жатырған әр елдің өз ақшасы, өз цифрлы ақшасы блокчейнда тұратын болады. Яғни кірген шыққаны барлығы көрініп тұрады. Ешкім жаңағы алдай алмайды бір-бірін. Мысалы бұрын бір-біріне ақша беріп, пәленше түгенше пәленшеден ақша ала берсе, қазір ақша жүрген жерін айтып отырады. Мен мындамын, мында кетіп баратырмын, мынаның кошелегіне бардым деген сияқты бәрін айтып отырады. Яғни прозрачность барлығы көрініп отырады. Енді қараңыз, ол ақша программируемый ақша болады. Программируемый деген, мысалы, мынау сіздің 100.000 теңгеңіз сізге тек қана коммунальныйға арналған. Яғни коммунальныйға арналған ақшаңызды сіз тамаққа арнай алмайсыз. Одан кейін мынау ақшаңыз сіздің киімге арналған. Киімге арналған ақшаға сіз автокөлік болмаса баспана сатып ала алмайсыз. Декларация деген не ол? Сіз дәл қазіргі таңда бәрін айтып жатырған. Сіздің бүкіл әлемде қазір сол болып жатыр екен. Себебі мен интернет арқылы ақпарат іздеп отырғанда декларация біздің тек қана Қазақстанда емес, тағы да басқа елдерде болып жатырғанына көзім жетті да. Яғни бүкіл әлемнің мемлекеті өзінің халқының ақшасын толыққанды бақылауда ұстау мақсатында әр ел өзінің CBDC-ін шығарып жатыр. Яғни қазіргі таңда сіздердің жинақтап жатырған цифрлы активтарыңыз, өздеріңіз түсінбей жатырған цифрлы активтарыңыз, сіздердің запасной аэродромдарыңыз. Запасной аэродром деген не ол вообще? Мысалы, мына аэродром бар. Бұл аэродромға қонуға болмаса, бұл CBDC деген аэродром. Мынау запасной аэродромға қонуға болады. Яғни мына жерде ақшаңыз программируемый, сіз бұл ақшаңызға одан басқа нәрсе зат ала алмайтын болсаңыз, зато сізде мынау ақша запаста тұрады. Көрдіңіз ба? Осы онлайн площадка, мысалы мен өзім активін жинақтап жатырмын мына онлайн площадкада. Бұл онлайн площадка сол өзінің ақшасымен, өзінің цифрлы активімен, қазіргі таңда мысалы мен смарт-койн жинап жатсам, сол смарт-койнмен сіздің мына жақта қол жеткізе алмай жатырған тауарыңызды, болмасам қызмет түріңізді қол жеткізуге мүмкіндік береді сіздерге. Бірақ ол мүмкіндікті дәл қазір бермейді. Мынау процесс дамыған кезде бұлар да оған дейін дамып, мынау процесс дамып бүкіл әлемге полет болған кезде бұл процессте заңдастыру процесі арқылы, себебі мына әр ел өзінің не үшін бұларды заңдастыру керек? Себебі бұл саладан табыс тауып жатырған адамдар біздің елге салық төлеу керек қой. Салық деген бүкіл Қазақстанның жаңағы жолы, дәрігері, мұғалімі осы салықтан, енді мемлекеттік органдары айтайын дегенім, осы салықтың есебінен айлық алып жатыр. Сондықтан ол салық арқылы өзінің қызметкерлеріне ақша жеткізе алмаса, мемлекетте дүмпіл қазақшасы дүмпіл екен ғой, дүмпіл болып кетуі мүмкін. Сондықтан соны алдын алып, яғни уже салықта онша ақша пақшалар жоқ дегенді білдіреді. Яғни қазіргі таңда сондай платформалардың көмегімен мына жақты толтыру керек, бір сөзбен айтқанда. Бақылаудың көмегімен салықты толтыру керек, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан дәл қазір мен сіздерге айтайын деген ақпарат, сіздің актив жинақтап жатырған компанияңыз дәл қазіргі таңда Қазақстан нарығына тіркелмегені үшін ғана пирамида болып тұрды. Ал шын мәнінде ол компания өзінің жұмысын сыртқы нарықта жалғастырып жатыр. Ал енді монетаның құны не үшін төмен деген сұраққа жауап, монетаның құны барлығы сатып жатырған кезде әрине ол төмен түседі. Мысалы, элементарный помидорды алайық. Базарға бардыңыз, помидор сататын сатушылар көп болса, помидордың бағасы арзан. Ал енді помидор сататын сатушылар аз болса, бірақ жерде сатылып тұрса, ол помидордың бағасы міндетті түрде жоғары болады. Тура сол сияқты рыноктың, нарықтың заңдылығын түсінген адам, сіздің активіңіз, пока сіз сатпайынша, арзанға сатып жібермейінше, ол сіздің активіңіз болып тұра береді. Ал сатып жіберсеңіз, әрине сіз минусқа кетесіз. Яғни биткоинді уақытысында адамдар қалай сақтаған? Уақытысында 0,10 центтан сатып алған адамдар $67.000 сатқан кезде
не деген ақша? Өткенде бір жерден көріп едім, 700.000% деді ма? Жазып алғам даже оны. Енді процентке шаққанда айтпай ақ қояйын. Ең бастысы айтайын дегенім, менің ойым, биткоин уақытысында өзі криптовалютаның, криптоактивтің, цифрлы активтің жаңағы биткоинға сеніп ұстап отырған адамдарды уақытысында үлкен байлыққа алып барды. Сол сияқты альткоиндар, менің айтып отырғаным альткоин, менің жинақтап отырған активім альткоинға жатады. Менің жинақтап отырған альткоиным, активім альткоинға жатады. Сондықтан альткоин міндетті түрде биткоин сияқты уақыт сағаты келгенде биткоиннің функциясын орындайтын болады. Биткоин сияқты осы альткоинді ұстап отырған холдерлерге, холдер деген төмен бағаға сатпай монетаға сеніп ұстап отырған холдерлерді міндетті түрде тарықтан алып шығады. Сол холдерлардың міндетті түрде запасной аэродром болып шығады. Мысалы, мына жақта қарапайым халық CBDC-дан ақшасын керек жеріне шығара алмай, қалай мен анан алам, қалай мен мынан алам деп ақшасының программируемый ақшасының шеңберінен шыға алмай жатса, сіз зато запасной аэродромды рахатыңызға пайдаланып, болашақта өзіңізге рахмет айтатын боласыздар. Сондықтан дәл қазір менің айтқан ақпаратымды түсінбесеңіз, басынан аяғына дейін көріңіз. Міндетті түрде өз активтарыңызды төмен бағаға сатпаңыздар, жұрттың өсегін тыңдамаңыздар. Қазіргі таңда именно менің бұрынғы жасаған компаниям туралы информационный атака кетіп жатыр, яғни ақпараттық ақпараттық атака деген шабуыл кетіп жатыр, ақпараттық шабуыл. Сіздер оны тыңдамаңыздар, ақпараттық шабуылды. Сіз өзіңіздің санаңызды тыңдаңыз. Санаңыз не дейді? Жүрегіңіз не дейді? Әбден әр адам өзінің шеңберінен шықпай қалған ғой. Мысалы, коробкада жүреміз да, біз коробкадан шығыңыздар. Не үшін отыр сол коробкада? Миыңызды дамытыңыз. Қазіргі таңдағы саясатқа қараңыз. Саясаттың басты мақсаты не? Бірінші кезекте саяси сауаттылықты, одан кейін жаңағы қаржылық сауаттылықты, одан кейін инвестициялық сауаттылықты дамытуға әрекет жасаңыздар. Тығырықта отырсаңыз, тығырықтан әр адам өзін өзі алып шығады. Біреу оны ешкім келіп жетектеп, или болмаса сізге лохотрома пирамида деп айтқан адам нағып сізге жан ашып қапты. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Баяғы бері қайда қапты олар жан ашса? Яғни не үшін адам бұл жерге келді? Ақшасы жетсе келе ма? Жетпегеннен кейін келген шығар. Яғни әр адам өзіне жауапкершілікті алып, ары қарай әрекет жасаса, міндетті түрде тығырықтан шығатын болады. Бұл дәл қазір менің сіздерге айтқан өзімнің жеке пікірім. Менің пікіріммен келіспеу сіздің өзіңіздің құқыңыз бар. Менің пікіріммен келіспеуге. Менің бұл шырылдап айтқан шындығым. Ешқандай енді қарапайым халық ең бастысы өзін өзі дамытса ғана жан-жақтағы дағдарысты сезінбейді. Ал енді дамытпай, жұрттың өсегін тыңдап жүре берсе, өміріңіздің ақырына дейін сол өсектің арбауымен кетесіздер. Енді дәл қазіргі таңда мен жаңағы компанияны ары қарай нарыққа жарнамалай алмағандықтан, маған енді біртіндеп жаңағы ішкен суыма, жеген тамағыма ақша табу керек қой. Мен отыра бермеймін ғой, қашан келіп Международный финансовый центр Астанадан ол рұқсатын алады, қашан мен жұмыс жасаймын деп. Яғни мен активтарымды өз кабинетімде жинақтап отырмын. Бұны сатып жатырған жоқпын, қайталап айтам. Активім жинақтаулы. Керек кезінде монетам шығып тұрса, сразу свопингқа жіберіп жинап отырмын. Яғни сізде мен сияқты актив жинағыңыз келсе, міндетті түрде свопингқа жіберіп жинақтай беріңіз. Мен қосымша өзімен нан табатын корпорацияны таптым. Қазіргі таңда Қытаймен бизнесте белді бәрі. Қытай біздің Қазақстан нарығына кіріп кетті ғой, енді мойындау керек. Өзінің сапалы, өзінің ішкі нарығына арналған өніммен біздің Қазақстан нарығына кірген екен. Ресми кіргеніне 2 ай болыпты. Де-факто дейді ғой, жұмыс жасап жатырғанына 1 жыл болыпты. Де-юра 2 ай, де-факто 1 жыл. Сол компанияның бәрібір өнімдерін, мысалы, мына утенок, мынау жаңағы майлы ыдыстарды жуатын өнімдер екен. Яғни өзімнің күнделікті тұрмысқа қажетті өнімдерімді пайдаланамын ғой мен бәрібір мен барамын да магазиннен аламын соны, мысалы, керек қой. Соны одан да мен жаңа химиядан эко өнімге өтейінші деп
соңғы уақытта осы корпорацияны біртіндеп меңгеріп өзі табыс тауып жатырған адамдармен бірге өнім туралы ақпаратты ізденіп жұмыс жасап жатырмын. Ол жұмыс жасау деген анау компания бітті, кетіп қалдым мен одан дегенді білдірмейді. Мен ол жақта өзімнің цифрлы активтарымды жинақтап жатырмын. Ол жақ міндетті түрде ресми жұмыс жасайтын болған кезде мен міндетті түрде ол жақты қолға аламын. Неге? Себебі менің ақшам, менің активім, менің байлығым сол жақта жатыр. Менің жинақтаған, тырнақтап, стектеп жинаған менің активтарым жатыр. Сондықтан мен ешкімнің өсегіне де ермеймін, себебі санамды дамытамын. Маған ондай өсек айтқан адамдар қызық емес, олар мені тығырықтан алып шықпайды. Мен санамды дамытсам, мен саяси сауаттылығымды дамытсам, мен қаржылық сауаттылығымды дамытсам, мен инвестициялық сауаттылығымды дамытсам, мен өзімді өзім тығырықтан алып шығам да. Сондықтан дәл қазіргі менің өздеріңізге арнап түсірген видеом маған жан-жақтан сұрақтар келіп жатыр да, не болған, не болып қалған деген, сол сұраққа жауап сияқты. Дәл қазіргі таңда өздеріңізге тағы да бір рет айтып кетейін, алдындағы кедергіден құтылған жоқпын. Кедергі әлі тұр, мені көрдің ба деп. Құдай қаласа Алла тағаламның көмегімен міндетті түрде бәрін артта қалдыратын боламыз. Себебі мен өзімді кәдімгідей тығырықтан шығаруға үлкен әрекеттер жасап жатырмын. Мен Алла тағаламның алдында ақпын. Алла тағаламның алдында бір адамның ақысын жеген емеспін. Сондықтан ел не демейді, қазақта мақал бар ғой, ел не демейді, ешек не жемейді дейді ғой. Сол сияқты жаңағы онша-мұнша өсектерге ешқашан құлағымды аспаймын. Маған Алла тағалам менің өмірімдегі адамдарды көрсетіп жатыр, осындай кедергілердің арқасында. Қандай адамдармен жұмыс жасау керек, қандай адамдардан аулақ болу керек деген сияқты кәдімгідей көзіме дүрбі беріп тастады. Очки таққаным былай тұрсын, маған дүрбі беріп қойды қолыма. Мына дүрбіні ал да, сен көр қандай адамдармен жұмыс жасап жатырғаның депші. Сондықтан барлығын қабылдадым. Ары қарай бұл да менің кезекті сабағым. Ары қарай осы сабақтан нәтиже шығарып, Құдай қаласа, алар асуым, жаңағы Алла тағала менің адал пейнетіме, менің адал ниетіме берсін деп өз-өзіме күнде айтып жатырмын да. Мен адал ниетіме берсін, адал пейіліме берсін. Маған болашақта жұмыс жасаған кезде маған жаңағы жақсылық ойлап, менімен бірге өзінің жаңағы тығырығынан шығатын, жауапкершілікті өз мойнына алатын, жаңа технологияны меңгергісі келетін маған сондай жаңағы команда берші, Алла тағалам деп күнделікті жаңағы дұғамды жасап, күнделікті жаңағы, енді қалай деп айтсам екен, жүректегі иманымды оятып, ұйықтап қалды ма мүмкін менің иманым деп қоям да, бір ойым. Жүректегі иманымды оятып, қазіргі таңда өзімнің қателіктеріммен жұмысымды жасауды жалғастырып жатырмын. Егер менің видеом ұнап жатса, міндетті түрде өздеріңіздің лүпілдеріңізді аямай, осы видеомен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Енді мені іздеп сағынып жүрген адамдарға бөліссеңіз де болады деп қойсаң. Енді екінің бірі не дейді, адам бір-бірін осындай айтады ғой, осындай кедергілердің арқасында жаңағы таниды адам, қасындағы досын қайсы. Өткенде бір екі бизнесменнің видеосын көріп қалдым. Сол жерде айтады, бизнес жасау оңай емес дейді. Сен қасқырлармен күресесің, сен түлкілермен күресесің, сен шүйебөрілермен күресесің дейді. Сол сияқты мен де солай айтқым келеді. Бизнестің қай түрі болса да оңай емес. Осылардың барлығымен күресіп, сіз ең басты күрес ол өзіңіздің бұрынғы өміріңіз, жаңағы өзіңізбен күресіп, өзіңізбен күрескенде өзіңізді жеңе білсеңіз, яғни өзіңізді басқара білсеңіз, сіз міндетті түрде бизнесте жетістікке жетеді екенсіз. Мен енді жетістікке жеткен адамға өзімді жатқызбаймын, бірақ мен дәл қазіргі таңда өзімнің жаңағы не дейді, острый сюжетный телесериалдың басты кейіпкерімін ғой дәл қазіргі таңдашы. Менің сериалым шынында да острый сюжетный болып жатыр да. Қазақшасы қандай еді, оның есіме шығып кетті. Ең бастысы, жанымыз аман, деніміз сау болсын, не болса да барлығы тек қана жақсылыққа болсын айтайын дегенім. Алла тағалам пендесін
жаман жолға жақындатпасын, жақсы жолдан тайдырмасын. Қайсымыз қай жерде жүрсек те өзімізге жаңағы алла тағаламыздың алдында ниетіміз түзу болсын. Өзімізге жамандық тілемейміз ғой, ешқашан жамандық тілемейміз, сол сияқты біз өзгеге де ешқашан жамандық тілемейтіндердің қатарында болайық. Кеше ғана Алматыда жер сілкінісі болды, осы уақытта, түнгі сағат 12-ден асқанда жер сілкінісі болып, алла тағалам жер ана біраз адамдарды жаңағы сілкіп алды деп айтып жатыр да ақпарат. Мен енді ақылды болмай ақ қояйын, ең бастысы әр адам қазіргі таңда біздің жан-жағымызда болып жатырған жаңағы жағдайлардан өзіне сабақ алса, ол ешқашан бір адамға өзіне жамандық жасағысы келмейді ғой адамның. Сол сияқты басқа адамға да жамандық жасамайтын болады. Егер сол жан-жақтағы болып жатырған жағдайлардан сабақ алса. Ал енді жоқ, мен жамандық жасаймын деген адам, ол ішкі ниеті түзу болмаса, ол өзінің жамандығын жасай береді. Бірақ айтады ғой, не жасасаң да, жамандық жасасаң да өзіңе, жақсылық жасасаң да өзіңе дейді. Сондықтан құрметті достар, мен сіздерге сөздің аяғында айтайын дегенім, жақсылық жасаудан жарысайық. Бізге қысқа ғана осындай алла тағаламның берген сынағынан қасқайып, ешқандай алдымыздағы шыққан кедергіден, қиыншылықтан мойымай, сақадай сай тіке тұрып, жаңағы қиыншылыққа тіке тұрып қарап, қиыншылықты менсінбесең, сен міндетті түрде ана қиыншылық тұра дегенде, ой, мынау мені менсінбеді ғой деп қалып кетеді екен ғой. Сол сияқты алдымыздан шыққан кедергіні менсінбей кәдімгідей өтіп кетейік деп айтқым келеді. Ұнап жатса міндетті түрде лүпіл басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.